Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Инноватив колледж мекемесінің экономикалық пәндер оқытушысы Касимова Айшан Маулитовна. Пән бухгалтерлік есеп негіздері. Сабақтың тақырыбы құжаттарды құруға және рәсімдеуге қойылатын талаптар. Сабақтың мақсаты білімділік, есеп құжаттарын рәсімдеуге қойылатын негізгі талаптар туралы толық мағлұмат беру. Құжаттардағы деректемелер жайлы ақпарат беру. Тәрбиелік, болашақ қаржыгер ретінде білімдерін кеңейте отырып, іскерлік қатынастарға дайындау, өздігінен жұмыс істеуге баулу. Дамытушылық, экономикалық білімін, ізденушілік қабілетін, ой қабілетін, болашақ маман ретінде адамдармен қарым-қатынасын дамыту. Бухгалтерлік есеп негіздері пәнінің ең негізгі бөлімі бұл бухгалтерлік құжаттар. Бухгалтерлік құжат кәсіпорындағы шаруашылық операциялардың орындалғанын растайтын немесе оны орындауға заңды түрде құқық беретін жазбаша куәлік. Әрбір бухгалтерлік құжат онда орындалған әрекеттер туралы керекті түсініктер алу үшін барлық қажетті мәліметтерден тұратындай етіп рәсімделуі керек. Құжаттың құрамдас бөлігі болып табылатын осы мәліметтер деректемелер деп аталады. Құжаттардың деректемелері шаруашылық әрекеттердің сипатына байланысты болады. Әртүрлі әрекеттер үшін олар сан алуан болып келеді. Алайда көптеген құжаттарда кездесетін негізгі үлгі болады. Оның ішінде олар ақпараттарды қағаз және электронды түрдегі құжаттарда міндетті болып табылады. Құжаттардағы деректемелер міндетті және толықтырушы болып екіге бөлінеді. Міндетті деректемелер қатарына мыналарды жатқызамыз. Яғни, құжаттың аты, нысанның коды. Құжаттың толтырылған уақыты, күні, айы және жылы. Құжатты толтырған заңды немесе жеке тұлғаның аты, жөні. Шаруашылық операцияның мазмұны. Шаруашылық операцияның өлшемі. Натуралдық немесе ақшалай. Шаруашылық операцияның жүргізілуіне және соған сәйкес құжаттарды толтыруға жауапты адамдардың аты, жөні. Жауапты атқарушының қолы. Осы деректемелердің бірінің болмауы немесе дұрыс көрсетілмеуі есеп мәліметтерінің алғашқы көзі ретінде құжаттарды пайдалануды қиындатады. Ал кейбір жағдайларда құжатты оның күшінен айырады. Көрсетілген деректемелер шаруашылық әрекеттерін рәсімдейтін барлық бухгалтерлік құжаттар үшін ортақ болып табылады. Міндетті деректемелерден басқа құжаттарда толықтырушы немесе қосымша деректемелер де орын алады. Яғни, әрекеттердің ерекшеліктеріне байланысты арнайы мәліметтерден тұрады. Мұндай қосымша деректемелерге мысалы, құжат номері, материалды босату лимитінің мөлшерін көрсету және тағы басқа жатады. Бухгалтерлік құжаттардың көшірмесін алуға немесе рәсімдеуге Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің бухгалтерлік және есеп және аудит департаментінің номер 455 бұйрығымен бекітілген номер 24 бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру, бухгалтерлік есеп стандарттары белгіленген арнайы талаптар қойылады.
Номер 24-ші бухгалтерлік есеп стандарттарында әрекеттерді рәсімдеу сапасына баса назар аударылады. Бұл талаптар көбінесе мыналарға қатысты. Ең алдымен құжат бланкіде жасалуы қажет. Бланк болмаған жағдайда ғана құжатты таза қағаз парағына жасауға жол беріледі. Құжатты жазба машинкасында немесе автоматтандырылған әдіспен, сиямен, не химиялық қарындашпен жүргізіледі. Әсіресе ақша құжаттары үшін кассалық, кіріс және шығыс ордерлері, төлем тапсырмалары және басқа да банк құжаттары. Бұл құжаттарда сомалар тек цифрымен ғана емес, жазбаша да қойылады. Құжаттар арнайы нысанмен барлық қажетті деректемелерін міндетті түрде толтыру арқылы жасалады. Құжаттың мазмұнын, әрекеттерді дұрыс көрсету үшін, толық сәйкес болу үшін тура және анық болуы керек. Құжаттың мәтіні мен сандардың оларды әртүрлі түсініп талқыламау үшін анық және түсінікті етіп жазу керек. Құжатта оның түпнұсқасы және дұрыстығына күмән келтірмеудей тазалауға, сызуға және басқа ақауларға жол беруге болмайды. Құжат бланкісіндегі бос бағаналар мен жолдарға басқа жазбалар жазып қоймау үшін сызып қою керек. Ақшалай құжаттарда сомаларын тек сандармен ғана емес, сонымен қатар жазбаша сөздермен де көрсету керек. Құжат тіркелетін әрекеттерді рәсімдеуі және оған заңдық күш беретін қажетті барлық қолтаңбалармен рәсімделуі керек. Құжатқа қолтаңбасын қойған тұлғаның аты-жөні оқуға мүмкін болатындай анық болуы керек. Әрбір қолтаңбаның алдында оны қоюшы тұлғаның қызметі көрсетіледі. Жоғарыда айтылғандардың мынандай жалпы құжаттарды құру ережелерін шығаруға болады. Құжаттарды дұрыс құру үшін мыналар қажет болады. Құжатты бланкіде сиямен, не химиялық қарындашпен, не жазба машинасымен, не электрондық әдіспен жазу керек. Құжаттың белгіленген нысаны мен деректемелерін қатаң сақтау керек. Құжаттың мазмұнын тура және анық жазу. Құжаттың бланкісінде бос толтырылмаған жерлерін сызу. Құжаттың мәтіні мен санын анық және түсінікті жазу. Ақша құжаттарындағы сомалар санмен және жазбаша жазу. Қол қойған тұлғаның қызметін көрсете отырып, анық жазылған қолдармен құжатты қамтамасыз ету. Құжаттарды уақытында, яғни әрекеттерді жүргізумен қатар немесе оны орындап болғаннан кейін іле-шала құру қажет. Кейбір құжаттар бірнеше даналарда, яғни көшірмелерде жасалады. Бұл автоматты түрде оған көшірме қағазын салу арқылы бір мезгілде жүргізіледі. Кейбір жағдайда құжаттарда қате кетуі мүмкін. Құжаттарды құру кезінде қателер жіберіледі. Қателерді түзету дегеніміз, арифметикалық және мән мағынасы бойынша түзетулер нәтижесінде анықталған қателер бухгалтерлік есептің талаптарына сәйкес түзету деген сөз. Бухгалтерлік есеп құжаттарының қатесін жөндеудің бірнеше әдістері бар.
корректуралық тәсілі: текстегі немесе сомадағы қатенің үстінен бір сызықпен сызып, қасына дұрыс мәліметті жазып қоюдан тұрады, және оған осы құжатқа қол қойған тұлға қол қойып жаңылысып кеткені туралы айтылады. Қызыл жазу тәсілі: шоттар корреспонденциясында жіберілген қателерді түзету үшін пайдаланылады. Бұл әдісте жіберілген қатені қызыл сиямен жазады. Қосымша жазу әдісі: дұрыс шоттар корреспонденциясы жасалған кезде қате сомасы болған жағдайда пайдаланылады. Шоттар корреспонденциясын әдеттегі сиямен жазу арқылы қатені түзейді. Құжаттарды құру тәртібін бұзғаны үшін ең алдымен оның қолтаңбасын қоюшы және құрушы тұлғалар жауап береді. Тағы да басты жауапкершілікті осы құжатты қабылдайтын, оларды жан-жақты тексеретін және олардың негізінде есеп жазбаларын жасайтын бухгалтерия аппараты атқарады. Ерекше жауапкершілік есептің басшысы ретінде бас бухгалтерге жүктеледі. Бас бухгалтер дұрыс емес құжаттар немесе қалай болса солай толтырылған және рәсімделген құжаттар үшін оларды жоғалту мен бүлдіру, бекітілген тәртіпті бұза отырып, материалдық құндылықтарды босатқаны үшін материалдық, тәртіптік және қылмыстық жауапкершілік атқарады. Әрбір есеп қызметкері сонымен бірге өзінің жұмыс учаскесінде құжаттарды құру және рәсімдеу тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілік атқарады. Міне, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай келе сіздерге мынандай бақылау сұрақтарын қойғым келеді. Құжаттардағы деректемелер дегеніміз не? Міндетті деректемелерге нелер жатады? Құжаттарды құруға қандай талаптар қойылады? Құжаттардағы қателер қалай түзетіледі? Және құжаттардағы қателерді жауапкершілік кімге жүктеледі? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы студенттер, сіздер осы бүгінгі өткен тақырыбымызға жауап іздейсіздер. Осыны қысқаша жазып дәптерлеріңізге осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Және қосымша ақпаратты бухгалтерлік есеп кітаптарынан, оның ішінде бухгалтерлік есеп негіздері Қабылов, Доспалинов, Оразалинов сияқты авторлардың еңбегінен 163 беттен оқи аласыздар. Назарларыңызға рахмет.